Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Казонимус арнасы. Менің 12-ші видеома қош келіпсіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге камераға түсіп қалған сәтсіз әрі күлкілі моменттер жайында видеоны көрсетпекшімін. Ал видео басталмастан бұрын лайк басып, подписаться деген қызыл кнопканы басып, жанынан шыққан қоңыраушаны да басып қойыңыздар. Ал ендеше біз видеомызды көп созбай, ары қарай видеомызды бастайық. Бұндай көңілді жігітті шардың алдына қоймау керек еді. Патидің барлығын құртты ғой. Олег, ты что-то чересчур веселый. Міне, ептей алмайды деген осындай болады. Балдар, кухняда енді олай тарелкамен эксперимент жасамаңдар. Әшейін тарелка сынса мейлі ғой. Плитаның стеклосында нелерің бар сендердің? Үйге маман кесе қазір бір жақсы ұрыс болайын деп тұр. Қолыңның үйгемі жоқ екен, нең бар шұқыланып. Тыныш отыра бермейсің ба әшейін? Апа қойын керек емес. Апа істемек қойын. Апа қой, мынау. Анау ішіп алған көкелер, әкеш тобыңды бүртемейші деген кезде дәл осындай жағдай болады ғой. Базар жоқ шпагатқа қатты отырады екен, бірақ анау столға обал болып қалды да кішкене. Қазір мен сендерге бір жақсы лайфхак көрсетем. Так что бір жақсылап қарап үйреніп алыңдар. Киноны қайтып ашу керектігін. Көке кезінде физиканы оқу керек еді. Бұндай қатты жел соғып тұрған кезде телефонды қалтадан шығармаған дұрыс негізі. Егер телефонды қатты қолыңмен қысып ұстай алмасаң. Барлығында да көпшіліктің көзінше бір нәрсені сындырып қолайсыздыққа тап болып қалған жағдайлар болған шығар. Ал бірақ мына жігіт өте жаман қолайсыздыққа тап болып қалды. Мен сендерге бағана ғана айттым ғой, кухняда микроволновканың алдында ондай эксперимент жасамаңдаршы деп. Мына бала өзі жасының неште екенін, салмағының қанша екенін біле ма негізі? Ренжімейсіңдер, көкелерің сәл жол болмай қалды енді. Базар жығы, күшің көп екен, бірақ ақылың сәл аздау екен да. Бұндай жерде гирді лақтыруға болмайды ғой негізі. Осымен достар, видеомыз соңына да келіп қалды. Видео ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Казонимус арнасы. Менің тағы да басқа видеоларымды көріп кетіңіздер. Сау болыңыздар, аман жүріңіздер.